ағылшын тілі тұнып тұрған логика, ағылшын тілі тұнып тұрған формула, ағылшын тілі тұнып тұрған конструкция, соны былай айтқан кезде бір хакнут етіп алсаңыздар, иә, алып сөйлей бересіздер. Бұл жерде мәселе тек оларды дұрыс ұғып кетуде, дұрыс түсінуде. Тек бұл жерде дұрыс ұғуға түсінуге сіздерге кім көмектеседі? Ағылшын тілде дұрыс түсіндіретін маман көмектеседі. иә, былай айтқан кезде. Яғни грамматика бізде сөйлеулеріңізге егер дұрыс қолдансаңыздар, наоборот, сөйлеуге көмектесуші құрал, дұрыс сөйлеуге көмектесуші құрал. Иә, бізге қалай сөйлеу керек, соны айтып отыратын нәрсе. Иә, сондықтан да сіздерге дұрыс үйрену жолы, оларды сөйлеген кезде құрай алу, қолдана алудың жолы, ол бізде былай айтқан кезде бірден ұғу, то есть дұрыс ұғудан басталады барлығы. Ұқсаңыздар, қолдана аласыздар. Қолдансаңыздар, сөйлем шығады. Сөйлем шықса, сөйлейсіздер да. Ал ұқпасаңыздар, сен мейлі қанша оқы, қолдана алмайсың ғой, иә? Мысалы, қанша жерден ереже біліп тұр, қайта оқы, сен оны ұғып тұрмасаң, сен оны қолдана алмайсың. Қолдана алмасаң, сөйлем де жоқ. Сөйлем жоқ болса, сөйлей де алмайсың. Сондықтан бұл жерде грамматиканы дұрыс ұғу маңызды, guys. Түсініп тұрсыздар ма? Мысалы, қазір мен сіздерге, мысалы, басынан бастап үйренетіндерге курс беретіндіктен, басынан солай қалыптасқанмын, ағылшын тілін жеңіл үйрету керек деген позицияны ұстанамын. Жеңіл ұқтыру керек деген позицияны ұстанамын. И мен кез келген теманы, кез келген тақырыпты 30 секунд, 1 минуттың ішінде түсіндіріп бере аламын, оңай түсіндіріп бере аламын. Қазір сіздерге былай айтқан кезде өзімнің подходым, өзімнің үйрету тәсіліме негіздей отырып деген сияқты, иә. Қазір біз сіздермен сөйлем құрап үйренеміз. Дәптер қағаздарыңызды енді қазір алыңыздар. Окей, кеттік. Сөйлем құрап үйренген кезде біз оны сіздермен қазақ тілімен байланыстырамыз. Окей, қазір сіздерге қазақ тілім көмектеседі. Қараңыздар, ағылшын тілінде, мысалы қазақ тілінде делік, иә. Сөйлем құраған кезде сөйлеміміз, сөздер бір-бірімен байланысу үшін не қолданамыз? Септіктер қолданамыз, жалғаулар қолданамыз, иә. Мысалы, мен сабаққа барамын дейтін болсам, жеке-жеке сөз болса, ол мен сабақ бар болып қалады, иә. Ал сөйлем қылу үшін біз олардың әртүрлі форма, жалғаулар жалғаймыз, иә. Мен сабаққа барамын, сол кезде сөйлем нақты түсінікті болып шығады. Яғни біз қазақ тілінде сондай жалғау деген нәрселерді қолданамыз, иә. Ол ағылшын тілінде предлогтар деген нәрсе. Ja? То есть ағылшын тілінде ол предлогтар сөзге жалғанбайды, жеке-жеке сөздің алдында қойылып, сөйлемге мағына береді, сөйлемді бір-бірімен байланыстырады. Ja? Яғни сіздер жеке-жеке сөзді білесіздер, оларды түсінікті сөйлем қылып бір-бірімен байланыстыру үшін бізге ағылшын тілінде предлогтар көмектеседі. To, in, at, on, from, with деген сияқты сөйлем түсінікті болу үшін сол нәрселер. Ja? Вот, бірақ олардың базасы, барлығы сүйенетін ең бірінші нәрсе, ағылшын тілінде сөйлем құраудың ең бастапқы базасы, ол ағылшын тілінде сөйлем әрқашанда бірінші бастауыштан басталады. Кім не деген сұраққа жауап береді? Мысалы, мен. Қимылды кім жасап тұр? Иә. Одан кейін міндетті түрде етістік. Окей? Қазақ тілінде біз сөйлем құраған кезде байқасаңыздар, мысалы, мен сабаққа барамын. Етістік қимыл сөйлемнің ең соңында тұрады. Ағылшын тілінде ол сөйлемнің басында, бастауыштан кейін сразу етістік келеді. Окей? Яғни бірінші біз сөйлемді жасап аламыз, иә? Мысалы, I play, I work, I study, I learn деген сияқты. И қалған бөліктерін бір-бірімен байланыстыру үшін бізге уже предлогтар деген нәрсе көмекке келеді. Ал предлогтарды оп-оңай үйреніп алу үшін біз сіздермен оны қазақ тілімен байланыстырамыз. Қазақ тіліндегі жалғаулар қандай ағылшын тіліндегі предлогтарға сай келеді. Иә, сол кезде сізге ассоциация көзалдарыңызға елестетіп отырып, есте сақтап алу оп-оңай болады, шатаспайтындай боласыз. Иә, мысалы, мына кестеге қараңыздар, біз қазір сіздермен ілік септігінен емес, қазақ тіліндегі барыс септігінен бастаймыз. Қазақ тіліндегі барыс септігі, тыңдаңыздар, қазір. Қазақ тіліндегі барыс септігі ағылшын тіліндегі to предлогы. Яғни кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап беріп, бағытты көрсетеді. Яғни сөйлемде, мысалға қазақ тілінде мектепке, үйге, жұмысқа, кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап беретін сөйлемде ке деп жалғанып тұратын нәрсе, ол ағылшын тілінде to. Түсіндіңіздер ма? Мысалы, I go to school. Мен мектепке барамын, иә? Мен мектепке барамын, иә? Мысалы, қазір мысалдар көрсетем, guys. Мысалы, қазір мынаны бүйтіп ашайық, чтобы сіздер түсіндіңіздер. Мысалы, мектеп деген school, мектепке деген ағылшынша қалай болады? To school, иә? Жұмысқа, жұмыс деген work, жұмысқа деген қалай болады? To work. Университетке, университет деген university, университетке деген қалай болады? To university, иә? Кафеге, to coffee. Дүкенге, дүкен деген shop, to the shop. Офиске, офис деген office, the office. Офиске, to the office. Яғни қараңыздар, ағылшын тіліндегі ға, е, қа, ке, қазақ тіліндегі ға, е, қа, ке, ол ағылшын тіліндегі to. Сонда, қазір біз сіздермен сөйлем құраймыз. Саяхаттау ағылшынша travel. Окей?
Саяхаттау ағылшынша travel. Енді мен Лондонға саяхаттаймын деген сөйлем құрау керек болады. Мен деген I, жаңа мен жоғарыда ағылшын тілінде айтып кеттім, қазақ тілінде етістік сөйлемнің соңында тұрса, ағылшын тілінде ол бізде бастауыштан кейін басында тұрады дедім да. Саяхаттау дегеніміз бізде travel. I travel, мен саяхаттаймын деген сөйлем шықты. Енді Лондонға деп айту керек. Қараңыздар, ға деп жалғанып тұр. Ға деген ағылшын тіліндегі to. Сондықтан барамда to London деп қоя саламын. Сөйлем дайын. I travel to London. I travel to London. Қазір сіздермен практика жасаймыз. I travel to London. Қазір сіздермен практика жасаймыз. Мысалы, бару деген go. Сіздер чат ашамыз. Мен Алматыға барамын деп жазыңыздар. Алматыға. Етістіктің бастауыштан кейін келетінін ескереміз. Бірінші мен деген келеді, одан кейін барып ағылшын тілінде барамын деген. Етістікті қоям, сосын Алматыға. Сонда мен Алматыға барамын. Қалай болады? Yes, I go to Almaty. I go to Almaty. Yes. I go to Almaty. Super. Go to Almaty. I go to Almaty. Енді қараңыздар, келесі сөйлем. Жіберу ағылшын тілінде send. See? Send. Office деген the office. Яғни сөздер бар. Енді олар бізде сөйлем қылып құрай алу керек қой, Мына сөйлемді қараңыздар. Мен офиске жіберемін. Аударыңыздар. Сөйлем құраңыздар. Мен офиске жіберемін. Офиске жіберемін. I go to Almaty. I go to Almaty. Супер, guys. Мен офиске жіберемін. Аударыңыздар. I send to the office. All right, молодец, Самал. I go to Almaty. Гаухар, okay. Гүлзат, I send to office. Молодец. I send to the office. Yes. Ақнұр, Дана. I sent to the office. I sent to the office. I sent to the office. Yes, I sent to the office. I sent to the office. Келесі тағы бір сөйлем жарайды. Әкелу, bring, жұмыс, work. Мен жұмысқа әкелемін. Мен жұмысқа әкелемін. Жазыңыздар. I sent to the office. Yes, I sent to the office. I sent to the office. Неге the қолданамыз дейді, енді бұл бізде бөлек топик, бөлек тақырып түсіндіретін талқылайтын да, бірақ оны да оңай түсіндірудің лайфхагы бар, guys. I sent to the office. Yes, I bring to work. I bring to work. I bring to work. I bring to the work. I bring to office. I bring to the work. All right, guys. See? Яғни, қазақ тіліндегі ғаге қаке, ағылшын тіліндегі to. Қазақ тіліндегі ғаге қаке, ағылшын тіліндегі to. Окей, вот. И кете береді, барлығы табыс септігі де бар ағылшын тілінде, Қазір, guys, бізде ұзақ уақыт кетіп қалады, мен сіздерге қазір мынаны түсіндірейін. Так, давайте қазақ тіліндегі шығыс септігін алайық. Ол бізде шығыс септігі кімде, неде деген сұраққа жауап береді. Wait. Қазақстаннан ғой мынау. Міне. Қазақ тіліндегі шығыс септігі шығады бір жерден. Шығыс септігі бір жерден шығады. Кімнен, неден, қайдан. Нан, нен, дан, ден, тантен, Қазақстаннан, үйден, жұмыстан, офистан, Алматыдан. Ол ағылшын тіліндегі from, бір жерден шығу. Okay? From, шығыс, шығу деген. Ағылшын тіліндегі ол from, түсіндіңіздер ма? Сонда қазір жеке-жеке тоқталайық. Жеке-жеке тоқталайық. Where is this? Міне, Қазақстан, Қазақстаннан, from Kazakhstan. Астанадан, from Astana. Өздеріңіз айтып отырыңыздар ар жақтан, okay? Алматыдан, қалай болады? From Алматы. Әсемнен, from Әсем. Досымнан, from my friend. Сенен, from you. Офистен, from office. From the shop, from the restaurant, from the London. See? From қазақ тіліндегі наннен, дантен, тантен, шығу, шығыс септігі. Ағылшын тілінде ол бізде from-ға сай келеді. Барлықтарыңыз білетін фраза бар, мен Қазақстаннанмын дегенді. Қалай айтамыз? I am from Kazakhstan дейміз, I am from Kazakhstan. Ол жердегі from Қазақстаннан көріп тұрсыздар ма? Қазақстаннан, нан деген ағылшын тіліндегі from ол. Түсін көрдіңіздер ғой? Сонда
Кеттік, практика, сразу. Жұмыс істеу, жаңа сөйлем, ағылшын тіліндегі сөйлем құрау, сөйлемді есімізге сақтаймыз, ұмытпаймыз, иә? Бастауыш, одан кейін етістік келеді. Қазақ тілінде етістік соңында келсе, ағылшын тілінде ол сөйлем басында, бастауыштан кейін келеді, соны ескереміз. Так, етістік жұмыс істеу, үй деген home, иә? Енді аударыңыздар, мен үйден жұмыс істеймін. Үйден, қайдан? Үйден шығып жатыр. Мен үйден жұмыс істеймін. Қалай болады? Мен үйден жұмыс істеймін. Қалай болады? I'm from India. Мен үйден жұмыс істеймін. My teacher is from Astana. Yes, I work from home. Қарлығаш, good job. Гүлзат, Гүлзат, көрдің бе? I work at home десең, сен мен үйде жұмыс істеймін дейсің, иә? Үйде. Ол at, үйде. Ал үйден болса, қайдан? Шығыс септігі. From. I work from home. Yes, I work from home. I work from home. I work from home. I work from home. Very well done. I work from home. Yes, I work from home. Okay. Енді келесі мысал, да, что бірден бекіту үшін. Үйрену, ағылшын тілінде learn, иә? Сен деген you. Так, айтыңыздар, мен сенен үйренемін. Мен сенен үйренемін. Мен сенен үйренемін. Менен үйренесіздер. Yeah, my friend is from China. I work from home, okay? I from homework. Қараңыздар, бірінші from дегенде жалғанатын сөздің алдына қоясыздар. Үйден деген болса, демек жаңағы ағылшын тіліндегі предлог from-ды сол үйдің алдына қоясыздар, иә? Үйден from home. Үйге to home. I learn from you. Yes, I learn from you. I learn from you. I learn from you. I learn from you. Yes, I learn from you. Мысалы, мен сізден ағылшын үйренемін дейтін болса. I learn English from you. Yeah, I learn English from you. Yeah, I learn from you. Very well done. I learn from you. Келесі, тағы бір мысал. I learn from you. I learn from you. Very well done. Молодцы, guys. Brilliant. Браво. Окей, давайте соңғы тағы бір мысал. Мысалы, қазақ тіліндегі көмектес септігі мен, бен, пен, бан, пен. Я сенімен көмектеседі біреу саған. Көмектеседі менімен, сенімен, онымен, анаумен, мынаумен, маркпен, кітаппен, мұғаліммен. Осының барлығы ол ағылшын тіліндегі with. Okay? Біреумен, сенімен, менімен дегенді білдіреді. Яғни ағылшын тіліндегі мен, пен, бен, бан, пен. Оның барлығы ағылшын тіліндегі with. Мысалға, сен деген you, сеннен, сенімен десек with you, да? Әсеммен десек with әсем. Досыммен, with my friend, Маркпен, with Mark, ата-анаммен, with my parents, мұғаліммен, with the teacher, қаламмен, with a pen. Енді, guys, көріп тұрғандарыңыздай, бұл бір ғана тақырып. Сөйлеуге бір ғана тақырып жеткіліксіз. Өзіңіз ойлап көріңіздер, сөйлеуге керек әр тақырыпты осылай үйренетін болсаңыздар, сіздерде 5 айдан кейін не болады? Яғни бір тақырып сіздерге сөйлем құрауға көмектеседі, бірақ оны ары қарай алып кету үшін практика жасау керек, жүйелеу керек та, шақтар деген нәрсе бар, соған бөліп салу керек та. Мысалға, мен Әсемге барамын десем, мен кеше бардым десек қалай болады, ертең барамын дегендер қалай деген сияқты. Соларды үйрену керек. Яғни сөйлеуге бір ғана тақырып жеткіліксіз. Сөйлеуге керек бірнеше осындай сияқты тақырыптар бар, бірақ әр тақырыпты осылай жеңіл ұғатындай үйреніп отыруға болады. Осылай бір ғана тақырып, осылай үйренсеңіздер, не болады? 5 айдан кейін әрине сіздер ағылшынша үйреніп шыға алатын боласыздар. Мысалы, бұл бізде Айсұлу, бұған дейін жаңағыдай мектептегі ағылшын тілімен ағылшын үйренген, ағылшын тілі сол үшін Айсұлудың көз алдында қиын болып көрінген, да? Курстарға қатысқан, тоже ағылшын көз алдында әбден қиын, ағылшын мүмкін емес, әбден шаршап кету болады ғой тіл үйренуден. Вот солай болған. Қатысқан курстарда нәтиже жоқ. И сол үшін ағылшын тілі бір андай бітпейтін, бір қиын, жыл сайын бір шақты үйреніп түсінбейтін, вот сондай нәрсе болып жүреді да. Потом Айсұлу шетелде жүрген кезде кітапханада оған ағылшын тілінде сөйлеуге қасына адамдар келеді. И сол кезде Айсұлу ағылшынша сөйлей алмай қалады да, Қазақстанға келіп біздің курсқа жазылады. Шетелде жүріп ағылшынның керек екенін түсінеді да.
біздің басқа қазақ себебі шетелде жүрген кезде көз түседі ағылшын керек екендігін да, себебі сен ағылшынсыз андай ауа жоқ сияқты болып қаласың ғой, себебі сөйлей алмай қаласың деген сияқты. Потом біздің курста мен көрсеткен жүйемен ағылшын үйренді, ағылшынды жеңіл үйренуге болатындығын көрді, иә, ағылшын жеңіл үйренуге болатындығын көрді және тиісінше нәтижесін алды. Нәтижесінде вот бізге бір күні былай деп жазып жібереді, ол осы форумда ағылшынша сөйлейтін нейтив спикермен шетелдікпен сөйлескен екен, и ол шетелдік оған сенің ағылшының жақсы деген баға береді. И вот сол жерде мен өзімді еркін ұстап сөйледім дейді. Я вот түк айта алмай, сөйлей алмай қалатын сондай чувство болған Португалияда, когда ко мне подошли в книжном магазине дейді. Сондай болған жоқ, прикинь дейді. Яғни басында Португалияда болған адамдар ағылшынша сөйлеп келген кезде не айтарын білмей, сөйлей алмай, түк айта алмай қалады. Бұл жолы уже шетелдікпен сөйлескен кезде ондай чувство жоқ, уже сөйлеп тұр. Я, нәтиже кейін уже Айсұлу бізде көп елдерге саяхаттап, қазір ағылшын тілін қолданып еркін саяхаттап жүр. Нәтиже ма? Супер ғой,